Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Асқар. Мен бүгін сіздерге ютубердің, яғни осы 8 нәрсе жайлы айтатын боламын. Сіз осы 8 нәрсені, 8 қағиданы біліп және сонымен жақсы айналысатын болсаңыз, онда сіз табысты ютубер болатын боласыз. Бұл өте маңызды нәрселер. Сіз осы 8 нәрсені қайталап, оны біліп, онымен айналысатын болсаңыз, сізде онда табысты ютуберлердің қатарына кіретін боласыз. Себебі YouTube деген ютубердің мамандығы делік, немесе ютубпен айналысу ол әшейін бір еріккеннің ермегі, енді хобби десек те болады, бірақ ақша шығатын жерден сіз хобби емес, оны кәдімгідей жұмыс ретінде қараңыз. Қазір мен 8 нәрсені сіздерге айтам, бұл барлығымызға қатысты нәрсе, жаңадан бастаушы, бұрыннан жасап жатқан, ақша шығарып жатқан. Сіз осы 8 нәрсеге мән беруіңіз керек. Ол үнемі болатын нәрсе. Бірінші нәрсе ол комментарияға мән беру. Мейлі, мән беру дегенде, мысалы сіздің видеоңызда, енді бұл каналда барларға арналады, видеосы бар. Сол видеоның астындағы комментарияға қарап сіз мән беру керексіз. Олар не деп жатыр, оларға ұнап жатыр ма? Әшейін сенің таныстарың или жақындарың сен үшін қуанып жазып қоя салады. Но сені танымайтын, сені білмейтін, сені көрмеген адамдар, бұрын соңды көрмеген адамдар сіздің видеоңызға мақтап жатса, немесе кәдімгідей жалпы білесің ғой, қандай ойда жазып жатқан адамдардың. Сіздер соған қарап мән беріп, соған сәйкес өзгеріп отырыңыздар. Егер сіздің комментарияңызға негативтар, немесе ақылдар жазылса, дұрыс еместігі, сенің дұрыс істеп жатқан жоқсың, сен былай жаса, немесе егер ондай комментариялар көп болса, онда ойлану керек, сізге өзгеру керек. А егер просто хейтит ететіндер бар, сенде андай, сенде мынандай деп, әшейін болады жалпы айтқанда. Сол үшін де бізде бірінші нәрсе ол комментарияға, ол кері байланысқа мән беруіміз керек. Мүмкін комментарияға жауап беру, мүмкін сол комментарияға байланысты өзгеру, мүмкін комментарияда ұсыныстар айтады, мүмкін комментарияда сізді өзгеру жағын айтады. Бірақ хейтит ету, өздеріңіз білесіздер, негізсіз әңгіме айту, оған сіз мән бермеңіз. Көптеген адамдар осы хейтерлер үшін, немесе неше түрлі комментария жаман, негізсіз айтылған комментария, жазылған комментариялар үшін адамдардың істегісі келмей қалады. Сіз ондайдан қорықпаңыз. Себебі ондай адамдар мақсаты сол. Сөйлеп жатқан адамды, немесе ютуберді, немесе блогерді олар төмен қаратып, жаңағыдай нервына тиюда. Ал мысалы маған қандай комментария жазса, маған бәрі алам, басам, өшіре салам. Қызық емес та маған уже. Сол үшін де маған ешқандай қорқытпайды да, боқтай ма, анау дей ма, мынау дей ма, маған аламда 2 кнопканы басам, ол бейшара бүйтіп отырады сені жамандау үшін. Сен аласында 2 кнопкамен басып өшіріп жібересің. Так что комментарияға біздер мән бергеніміз дұрыс. Соған байланысты шешімдерімізді жасайтын боламыз. Бұл бірінші нәрсе болды. Бұл енді екінші нәрсе. Екінші нәрсе ол мен мына жаққа жазып қойғанмын, чтобы ұмытып қалмау үшін үнемі солай. Екінші нәрсе өз видеоңызды өзіңізбен салыстыру. Яғни қазір мен бір видео салдым, одан алдыңғы видео салғаннан сіздің видеоңыз даму керек. Просмотр жағынан әрине, сапа жағынан әрине, және де қызықтылығы жағынан. Оптимизация тоже. Себебі солай сіз өсетін боласыз. Өз видеоңмен өзіңнің видеоңды дамыту, немесе жарысу да. Осыдан алдын сен мысалы, осыдан 3 күн бұрын бір видео салғансың, ал осы салып жатқан видеоң сенің одан жақсы болу керек. Дамытуың керексің. Солай подписчиктер жиналады. Солай 1000 подписчик болады. Одан кейін 10.000 болады. 10.000-дан 100.000-ға барады деген сияқты. Мақсат сол. Сіздің мақсатыңыз даму керексіз. Себебі дамыған байланысты подписчик көбейеді, ақшаңыз да көбейеді, және жұмысыңыз да оңайлай түседі. Себебі сіздің видеоңыз көп просмотр жинап жатыр. Сіз соған мән беріңіз. Себебі ютубта, творческий студияда, ютубта астында соңғы 10 видеоның рейтингі тұрады. Сол соңғы 10 видео қаншалықты жүріп жатыр. Оны YouTube бекерге қосқан жоқ. Міне, өз видеоңмен өзіңді, яғни салыстыру, жарыстыру деген сияқты. Бұл екінші нәрсе болды. Үшінші нәрсе, идея жоқ кезде басқалардан қарау. Видеоны ұрлауға болмайды YouTube'та, өздеріңіз білесіздер. Қанша рет айттым осыны, әлде алдағы уақытта айтатын боламыз. Бірақ идеяны алуға болады. Ол нормально, идеяны алу это нормально. Сіздер ренжіп или мен ұрладым деп сорлап жатқан жоқсыз, сіз идеяны қарап жатсыз, просто қарап жатсыз, это нормально. Мысалы, тиктокта түсіріп жатыр, көптеген реакция түсіреді, немесе трендқа өзінің заттарын түсіреді, биін іс-қимылдарын түсіреді. Ал ютубта сізде идеяны көрсеңіз болады. Мысалы, бір каналдан сіздің қолыңыздан келетін рейтингтарды көріп қалдыңыз. Мысалы, әлемдегі бай адамдар көрсетіп шығады.
сіз сондай жасай алатын болсаңыз, немесе сондай жасау қолыңыздан келеді, үйренетін болсаңыз, сіз ондай жасап шығыңыз, пожалуйста. Просто идеяны алу, ютубта, енді мен ұрлау демей ақ қояйын, ютубта идеяны біреуден көріп істеу, бұл нормально. Ешқандай қиналудың немесе қорқудың немесе жаңағыдай іштен қобалжудың керек жоқ. Ютубта это нормально, идеяны біреуден көріп жасау. Идея жоқ болсын даже, идея бар болсын даже, сіз біреуден көріп жасасаңыз, главное, чтобы хайповый тема, трендтағы тема болса, это нормально. Бұл үшінші нәрсе болды. Төртінші нәрсе, авторский праваны егжей-тегжейлі оқуға тырысыңыз. Біліңіз, қараңыз. Себебі біреудің видеосын ұрламау, все, онымен бітіп қалмайды. Авторский право неше түрлі нәрселерге бар. Әнге, играларға да бар даже. Мысалы, не айтуға болады? Фото, бейнесіне адамның, видеосына, звуктарға. Жалпы айтқан кезде, ютубтың ішінде не бар, соның барлығына авторский право бар негізі. Сіз біреудің суретін ұқсатынсыз немесе біреудің суретін қолдана алмайсыз. Көшеде кетіп жатқан адамдарды түсіре алмайсыз, мысалы да. Кейбір адамдарды боғауыз жасауға болмайды, біреу музыкалар тем более пайдалануға болмайды. Атақты біреулер өткенде видеоларда музыкаларын айқайлатып қойып, бір хит өлеңдерді қойып қойған, өзінше сомен просмотр жүрем, енді маған майндсетсі керек. Майндсетсаға жібереді, сіз басқа біреудің контентін қолданыңыз, негізсіз. Ол музыканың лицензиясын алу керек еді, мысалы да. Лицензия деген PDF файл сияқты болады, музыканың лицензиялары. Мен алдағы уақытта одан кеңірек тоқтайтын боламын. Жалпы айтқан кезде авторский правоны үнемі зерттеп, біліп, соны білуге тырысыңыз. Өйткені ол сіздің ютубыңыздың, яғни каналыңыздың қауіпсіздігі. Кез келген уақытта канал жауып тастай салады. Егер сіздің видеоңыз бір жерден алған болса, сіз видео салдым, о, жасыл жанды, маған все добро деген сөз емес. Жалпы қай уақытта келеді? Жалпы адамнан келуі мүмкін, жалпы платформалардан келуі мүмкін, мысалы да, бір күннен кейін келуі мүмкін, бір аптадан келуі мүмкін, бір айдан, бір жылдан, бір жылды білмеймін, бірақ бір айдан келуі мүмкін, бірнеше уақыттан келуі мүмкін, мысалы да. Менде өз басым солай, 10 күннен кейін жалыптар келді. Мен жалып алмайтын адам емеспін, мен де жалып алып жүрмін. Сөйтіп үйренемін, сөйтіп көремін, сөйтіп білемін. Бірақ тоқтауға болмайды. Авторский правоны әлі де мен жақсылап білгім келеді. Өйткені біз авторский правоны білмесек, біз ютубта табысты ютубер бола алмаймыз. Мәселе осы да. Бұл төртінші нәрсе болды. Авторский правоны, яғни авторлық құқықты үнемі білу, оқу, ол жайында үнемі хабардар болып отыру. Ал бесінші нәрсе күнделікті контентіңе сәйкес, яғни нишаңа сәйкес дейікші, өзіңіздің нишаңа сәйкес жаңалықтарды іздену. Мысалы, мен осындай контентті жасап жатсам, үнемі жаңалықтар жасауым керек. Эфирге шығамын, біреудің обзорын түсіріп, біреудің каналын тексеріп беремін, может, бір пайдам тиеді. Адамдарды қызықтыру, тарту, бір қалыпты осыдан бір жыл қалай әлі солай деп, мысалы да, неше түрлі даму үстінде болу. Олардың көрермендер, яғни мен көрермендерім не сұрайды, нені білгісі келеді, сол туралы айту. Жалпы айтқан кезде даму деген форматтарды өзгертіп, жалпы айтқанда даму, білесіздер ғой, пайдалы жаққа адамдарға қызметтерін көбейту. Жалпы айтқан кезде нишан бойынша даму керексіңдер. Бұл бесінші нәрсе болды. Алтыншы нәрсе, аудиторияның кім екенін білу керексіздер, оны ұмытпау керексіздер кім екенін. Себебі осылай бір видео жасап отырып, басқа нәрсе түсіріп кетсеңіздер, ол естественно аудиторияң сені қарамайды. Мысалы, әйелдердің темасы, ерлердің темасы, балалардың темасы, үлкендердің темасы. Сондай тема келіп қалған болса, онда сіздердікі әйелдікіне ер адамдікін айтсаңыздар, адамдар көрмей қояды. Себебі сіздің подписчиктарыңыз, сіздің көрермендеріңіз барлығы сондай аудиторияңызға сәйкес келмейді. Сол үшін де сіз аудиторияңыздың кім екеніңізді естен шығармаңыз, және есте сақтаңыз соның кім екенін. Соларға сәйкес сіз аудитория жасайсыз. Егер басқа біреуге аудитория жасап, басқа темада бастаған кезде арна аш бар, басқа канал аш. Сол жерден барып, сен соларға сәйкес видеоңды жаса. Сол үшін де біз аудиториямыздың кім екенін білуіміз керек, және ұмытпауымыз керек кім екенін. Себебі ары қарай видеомызды адамдар қарау керек. Бұл алтыншы нәрсе болды. Жетінші нәрсе бұл оптимизация, ол каналды барынша оптимизация жасау, логотипін жасау, атын жасау, яғни нормально қылу. Конкуренттерге қараңыздар, пожалуйста, егер білмей жатсаңыздар. Кірген кездегі обложка, жаңағыдай жоғарыда тұратын, және ютубтағы тегтарды жазу. Енді мен превьюді соған қосып жіберейін. Превьюде өте маңызды, жаңағы обложка, аттары, заголовок. Жалпы ютубтың ішіндегі жұмыстардың барлығын, видеоның сценарийі дұрыс десек те болады, енді оптимизацияға кірмейтін шығар, бірақ осы нәрселер өте маңызды. Оптимизация деп айтайын барлығын. Видеоңыз четкий, дерзкий,
красивый, әдемі болу керек та, былай айтқанда англишный там әңгіме болмау керек. То, что надо, халыққа не бергің келеді, көрермендерге не бергің келеді, соны бер. Это нормально уже, все, уже сіздің тегіңіз де нормально болады. Жалпы айтқан кезде оптимизация жасау керексіз каналыңызға, видеоңызға, барлығына, короче. ютубтың өзің каналыңызға, иә. Сегізінші нәрсе, мынаны естен шығармауымыз керек. Барлық адамдар, барлық ютуберлер нөлден бастады. Ондай бір сиқырлы или там бір нәрсе зат жоқ. Сразу мың подписчик жинап алдым. Жоқ. Барлығы банға түскен, барлығының ісі жүрмей қойған алда. Сізде де сондай болып жатса, сіз одан менде анада болды, менде болмай қалды деп қатты налмай, өкінбей, тастап қоймай, сіз ары қарай жалғастырыңыз. Қайтадан нөлден бастаңыз. Кім сізге кедергі жасайды? Қайтадан нөлден бастап көріңіз. Қайтадан нөлден. Это нормальный нәрсе. Барлығыңызда да сондай. Себебі ойламай қойыңыздар, мен үйтіп жатырмын, бүйтіп жатырмын, каналым 10 мыңға жетті, 100 мыңға жетті деп мысалда. Это нормально. Барлығында барлығына жалып береді. ютубтың өзі сондай. Себебі андай сұрақ жоқ. Аналардікі жүріп жатыр, олардікі нормально, неге менде ондай жоқ деп. ютуб оны өзі шешеді негізі. Солай, жалпы ютубтың правиласын білуіміз керек. Сол үшін де барлық адамдар нөлден бастаған. Сіздің ол бастамауыңызға, немесе тоқтап қалуыңызға, немесе тастап қоюыңызға ол себеп болмасын. Сол үшін де сіздер үнемі ұмытпаңыздар, бәрі өйстіп қиналып жатыр сіздер сияқты, немесе бастай алмай жатыр, бастап кетіп жатыр. Жалпы айтқанда сол. Ақша табу оңай ма деген сөз сұрақ туады да. Иә. Сол айтқандай, әрине басқалардан қарағанда оңай деп па. Сол айтқандай, міне көргендеріңізде осы 8 нәрсемен жақсы жұмыс жасап, үйреніп, және осымен үнемі айналысатын болсақ, менде қатысты, маған да қатысты, біздер жақсы табысты ютубер боламыз. Жалпы айтқан кезде менде мысалы басқа арналарда кинолардың темасында мен пересказ жасап жүрмін. Біліп атқандарыңызда бар шығар. Менен сұрайды, қандай канал көрсетші маған дейді, мен оны көрсете алмаймын. Жалпы айтқан кезде сіздер де солай жасаңыздар. Қорықпаңыздар, жалып алып қалам ба деп. Бірақ тупо алып қалмаңыздар, бірақ кейде білімің жоқ болып қалып тұр, жалып алған, это нормально, ол сабақ болады сіздерге. Сол үшін де тоқтамаңыздар, осы 8 нәрсемен айналысыңыздар, арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Асқар. Кездескенше күн жақсы болсын. Сау болыңыздар.